Сәлематсыздар ма, менің YouTube қолданушыларым? Мен бүгін сіздерге қашықтан оқыту жағдайында тарих пәніндегі тиімді әдістермен бөліскім келіп отыр. Яғни дәлірек айтсақ, өзім қолданып жүрген әдістер. Ал көреміз. Мақсатымыз қашықтан оқыту жағдайында тарих пәніндегі тиімді әдістермен бөлісу. Барлығымызға белгілі, қашықтан оқыту дегеніміз ол мұғалім мен оқушы арасында қандай да қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуімен өтілетін оқытудың формасы, яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі бір ара қашықтықта оқыту. Қазіргі таңдағы басты мәселе, ол барлықтарыңызға белгілі, қашықтан оқыту жағдайында білім алушыларға ыңғайлы орта қалыптастыру болып табылады, және сабақ барысындағы тапсырмаларды тиімді ұйымдастыру әрі қолжетімді болуын қарастыру қажет болып тұр. Барлықтарыңызға сабақтарда қолданып жүрген тиімді әдістердің бірі графикалық органайзер екені белгілі шығар. Осы графикалық органайзерді қашықтан оқыту жағдайында өз сабағымда қолданып жүргенмін. Бұның тиімді және тиімсіз тұстары да бар екенін байқаған боларсыздар. Бұл графикалық органайзер әдісін сабақтарда яғни қолдануға болады. Қалай? Тапсырмаларды белгілеу арқылы интернет платформалар арқылы құрастырып, WhatsApp желісінде салып, балалар скриншот жасау арқылы сабақтарға қатыса алады. Және де өздерінің ойын еркін айтуға, немесе кестелік жұмыстарды орындауға, сәйкестендіру тапсырмаларын орындауға өзінің тиімділігін көрсетті. Нәтижесінде оны WhatsApp желісі арқылы, жаңа айтқандай, Google таблицасы немесе Mail.ru арқылы жіберуге болады. Жаңағы сол кездегі графикалық органайзерге тиімді интернет платформалар көзі болып табылады. Мысалы қарап отырсақ, тапсырма беріледі. Бұл диаграмманы қолдану арқылы балалар, мысалға, интернет желісі төмен жерлерде бұл ыңғайлы платформа болып табылады, әдіс болып табылады. Алып, балалар скриншот жасау арқылы өздерінің ұялы телефондарынан бос орындарды, торкөздерді толтыру арқылы қайтадан біз кері байланыс ала аламыз, яғни оқушыдан. Және Google формасы арқылы жасауға да өте тиімді, сурет ретінде салып, тапсырмаларды орындайды. Мінекей, мына дара диаграммаға қарасаңыздар, мына осылай балалардың орындауға болады деп көрсеткім келеді. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, мына кестеге арналған тапсырмаларды орындауға болады. Яғни балалар жылын көрсететін жерде жылын көрсетеді, оқиғасын жасатын жерде оқиғасын жазуға болады. Графикалық органайзердің тиімділігін, яғни барлығыңыз жақсы білесіздер, оқу мен оқытуда жеңілдете алады. Білім алушы өз идеясы мен көзқарасын білдіре алады. Қашықтан оқыту тапсырмаларды ұсынуға ыңғайлы, қолжетімді. Басты назарға осы қолжетімділігін алуға болады. Оқытушы мен білім алушы арасында қарым-қатынас орнайды дегім келеді. Әрине, графикалық органайзердің мүмкіндіктері қолжетімді болғанменен, оның да қиындықтары туындап жатты. Мысалы үшін интернет төмендік жерлерде, интернет желісінің төмендігі жерлерде, ол жаңа классрум ашпай, жүктелмей жатады. Және оны скриншот жаса, бала ол жерге қайтадан жазып, қайтадан жіберген біраз қиындықтар туғызды. Және де ол үлкен жаңағындай уақытты талапты қажет етті. Мына осы қиындықтарды шешу мақсатында тағы бір интернет ресурсын ұсынғым келеді сізге, платформасын. Ол тиімді әдістердің бірі, яғни Padlet интернет платформасы туралы айтқым келеді. Бұл жерде өте тиімді және ана жоғары высокоскоростный дейміз ғой. Мына сол высокоскоростный интернетті қажет етпейді. Және ең бір тиімді тәсілі ол тіркеуді қажет етпейді. Ешбір тіркеусіз білім алушылар кез келген жағдайда
кері байланыс бере алуы мүмкін. Яғни сіз қандай жағдайда қолдана аласыз, соны балалар өз мүмкіндігінше сізге орындап береді. Padlet тақтасы туралы бұрында естіген боларсыздар. YouTube желісіне кірсеңіздер, Padlet тақтасының қолжетімділігі және оны қалай қолдану керектігі инструкциялары көрсетілген. Бұл жерде создать доску дегенді басып, яғни өзіміздің Google аккаунтымыз бойынша кіріп, регистрация жасағаннан кейін тақта жасауымыз керек. Тақта жасағанда сіздерге бірнеше нұсқаны ұсынады. Соның ішінде өзіңізге керекті досканы алып, яғни тақтасын алып, өз қажеттіліктеріңізге пайдалансаңыздар болады. Мына жерде қарасаңыздар, өте жақсы көрсетілген. Бұл жерде жаңағы настройкасы арқылы оң жақтағы шетін қарасаңыздар, жоғарғы жағынан настройка белгісі көрсетілген. Сол жерден басып, копировать ссылку деп алып, ішінде WhatsApp желісіне немесе Facebookқа, кез келген онлайн чаттарға салып, сіз балалардан немесе әріптестеріңізден делік жаңағы кері байланыс алуға мүмкіндіктері мол. Немесе блиц турнир әдістерін қолданған кезде тарих сабағында сол кезде сұрақты қойып, мысалға мен жаздым ғой, мына жерде өз ұсыныстарыңызды жазыңыздар деп жаздым. Ол жерге сұрақты қойып, балалар бірден жауап бере алады. Яғни бұл 1 минуттық уақытта алу мүмкін, 2-ақ минуттық уақытта алу мүмкін. Яғни тез орындалатын тақта деп айтқым келеді. Мына суретте анық көрсетілген. Мына жерде хронологиялық кестелер деген тақтасын таңдап алып, бірінші жылды жазса, бір оқушы мысалға, немесе өзіңіз, ары қарай келесі оқушы, білім алушы, немесе әріптесіңіз, яғни кез келген адам болуы мүмкін, сіздің енді ыңғайлы қолданған ортаңызға байланысты. Алып, ол жылда не болғанын жалғастырса, келесі оқушы сөйтіп келесі бір жылда айтса, ары қарай келесі бала оның жауабын айтса деген сияқты, кім бірінші яғни жазып үлгереді, сол оқушы жауабы бірінші түседі. Оң жақ шетінде төменгі жағында плюс деген таңба көрініп тұр. Міне сол жерді басу арқылы бұл тақтаға жазу мүмкіндігіне ие болады. Міне осы графикалық органайзер мен Padlet тақтасын сіздерге көрсеткелі отырған едім. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Егер де ұнаса, лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Рахмет.